единорогтар неге жойылып кетті? Сен бір мүйізді, сиқырлы аттарды тек ертегіден ғана кездестіремін деп ойлайсың ба? Бірақ кейбір зерттеушілер бір кезде, жер бетінде нағыз единорогтар өмір сүрген деп санайды. Әрине, олар мультфильмдердегі жалт-жұлт еткен кемпірқосақ шашты аттар емес еді. Шын мәнінде олар алып мүйізтұмсыққа ұқсайтын, күшті әрі жыртқыштардан қорғана алатын жануарлар болған. Ғалымдар Сібірде осындай жануарлардың сүйектерін тапқан. Бұл дегеніміз, біз бір кездері олармен бірге өмір сүрген болуымыз мүмкін. Енді сұрақ, олар неге жойылып кетті? Бір теория бойынша оларды ауа райының өзгерісімен адамдар жойып жіберген. Бірақ басқа бір теория айтады, олар жоғалып кеткен жоқ. Тек бізден жасырынып жүр. Егер бір күні орманда серуендеп жүріп, ағаштардың арасынан бір мүйізді жануардың көзі саған түссе, не істейсің? Ол шын мәнінде бір кездері жойылды деген единорог болса ше? Қалай ойлайсың, олар әлі де бір жерде өмір сүріп жатыр ма? Әлде адамзат нағыз сиқырды жойып жіберді ме?